Министрлердің Жамбыл өңіріне жұмыс сапары жалғасуда. Қазақстан Республикасының инвестиция және даму вице-министрі Тимур Тоқтабаев та Таразға ат басын бұрды. Халық қалаулыларының келудегі басты мақсаты елбасының 31 қаңтар күні халыққа жолдаған жолдауын түсіндіру. Алдымен Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлерін жинаған вице-министр жолдаудың 5 басымдық жайлы мардымды мәліметтермен бөлісті. Жансұлу Дүйсенәлі тарқатады. Қазақстанның 3-ші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік. Дәл осындай тақырыпта 31 қаңтар күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халыққа жолдауын жолдаған болатын. Содан бері еліміздің түкпір-түкпірінде түсіндіру, насихаттау жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Осындай мақсатта бүгін Қазақстан Республикасының инвестиция және даму вице-министрі тарихы терең Тараз төріне жұмыс сапарымен келді. Цель ставится войти. Еліміздің алдында жаңа жоспарлар көп. Бірінші жаңғырту бойынша енді біз бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіруіміз керек. Екінші жаңғыртуда Қазақстан 2030 бағдарламасына байланысты еліміздің бас қаласы Астананың жаңа келбетін қалыптастыру. Ол арқылы біз шетелге танымал болып, абыройымыз артпақ. 100-ге жуық зауыт қызметкерлерін жинаған жиында еліміздің басты құжаты жолдау жан-жақты түсіндірілді. 5 басымдыққа баса назар аударылып, жаңа жоспарлар айқындалды. Цифрлы Қазақстан адами капиталды жақсарту және әрбір азамат ала алатын 16 миллион теңгеге дейінгі несие. Бұлар жиынға қатысушыларға арнаған жолдаудағы басты жаңалықтар екені тілге тиек етілді. Бүгінгі жолдаудың маңыздылығы мен басты шарттары мақсаты айқындалып, барша Қазфосфат қауымының жұртшылығына айқын және оңай тілмен жеткізілді. Бұл жолдаудың маңыздылығы біздің зауыттың өркендеуіне үлкен ықпал етуде. Атап айтетініміз, біздің цехтеріміз циклді түрде дамып, бірінші және екінші, үшінші этапқа бөлініп, индустриялық дамудың келесі сатысына өтуде. Қазіргі таңда жаңа жұмыс орындары мен жаңа цехтар салынуда, өндірістің өнімділігі тиімді түрде артуда. Енді шетелдік инвесторларды тартып қана қоймай, 1-ші қыркүйекке дейін Қазақстанның инвестициялық стратегиясы әзірленбек. Одан өзге шикізат көлемін арттырып, тау-кен металлургиясы мен мұнай-газ кешендерінің экономикалық өсім тұрақтылығын сақтауға міндеттіміз деді. Сөз соңында Тимур Тоқтабаев. Жансұлу Дүйсенәлі, Серік Тәжібаев, Жеті Ньюс.